Қалай бар? Бауыржан Серік деген ағамыз бар. Бурныйдікі, Жуалыныкі. Сол Каргур оқиды. 86 жылы сотталады сол жігіт. 86 жылы сотталады да жаңағы 91 жылы босап шығады. Бірақ қандай желтоқсан емес. Именно жаңағы жаңағындай Совет үкіметіне қарсы неше мақалалар жазады. Содан жаңағындай сотталады. Бүйегінен су отыр. Бүйегінен су отыр. Лагерде қайсы болады. Лагерден шыққаннан кейін қайсы болады. Сол кісінің Қарамәше деген өлеңі бар, сол дейді. Бала кезінде дейді. Әр жыл дейді, неге бір жыл қайсы болған екен деп ойлайды. Кітаптың бетін ашқанда дейді. Сол сынамағанда дейді. 3 жыл адам дарын ескен түріңнен, келбетіңнен тәңіріңдей еңілем. Бірақ жылда қайтыс болған тарихи құбылыс деп ойлайтынмын мұнымен. Бір тынбаған қамын ойлап халықтың күреңітіп жүрмесін деп жарық күн. Бірақ халық жау болып ұсталып кеткендігін кейін біліп қамықтым. Естеліктер жазып жүрген санадам, бірақ бұрын көрінбейтін арадан. Қалайша жау қазақ әдебиетінің іргетасын құлдар құсап қалаған. Адамзаттың ажарлысы еді өз ақын, сырнаян мен әсемен созатын. Қазағым деп қамшылаған боз атын, жан бар ма еді, Сейфуллиннен озатын. Алатаудан ақсу болып бұрылған, Қыранжарды қайратын қырымнан. Жан сүгіріп емес пе еді құлагер, ол қалайша айбалтаға ұрынған. Талантына табынам мен қай елдің, мен өзімнің қазағымнан майымдым. Бейімбеттің жазығыне паш еткен еркектігін, коммунизм әйелдің. Қалайша жау ардагерлер топ жарған, ақиқатын сұрадым мен көп жаннан. Қырандарға көкте қанат қағатын, кімдер екен оқ жанған. Оларға оқ жаумағаны хақ көктен, жауабы жоқ жүрегім осы батты өктен. Бірде біреу деді оларды бір түнде, қара машинамен алып кеткен. Қалың топты жарып шыққан мергенді, қазақ қашан асылына тең көрді. Қолымызбен ұстап берген ерлерді, жылағанмен тірілтпейсің сененді. Содан бері шошынамын түсінем, содан бері көз алмаймын түсінем. Қараңғы түн, қап-қара бір машина, шықпай қойды түсімнен. Әлі алдында батпағым көп кешпеген, көкейімді құпиям көп шешпеген. Шындық жайлы айта берсем бір түнде, қарамашылар көтерді, сескенем. Қарамашылар көтерді, сескенем. Бауыржан Серік. Қалың топты жарып шыққан мергенді дейді қазақ айтады. Микиеро. Ортаудың тұрғыны. Салам загнал. Біздің красавчик Тілек. Бірден айтып жүрсеңіз бізге. Енді осылай бәке, рахмет қонаққа келіп атсыздар. Жолдарыңыз болсын, әрқашан. Осы Қазақстан ауылына сіз көмек жасап атсыздар. Ар жақта естіп атырмыз бәріміз. Рахмет бәке, қонаққа келуіңізбен жолыңыз болсын. Басқа не дейміз? Айтқан тілектердің бәрі пештен құлағына шалынсын. Амин. Біз жақсы болсақ, бәріміз жақсы боламыз бәке. Мен үшін мынау көп не? Мен сізді көрдім, міне, көріп атырмын қазір ше. Рахмет. Бәке өзіміздің ауылымызда. Рахмет. Жігіттеріміз, ортаудың жігіттеріміз отырмыз. Сақтап, бәке нетіп атыр, бәрімізге қолдап Қазақстан балаларына бәріне. Рахмет бәке. Енді бір кубинский зачаска жасасайшы. Жақсы. Эй, красавчик!